2026 жылдың 22 наурызы ұлыстың ұлы күні. Бүгін дәстүрге жол қазақ аналарының жетісулық филиалы мереке тойлауда. Қазір біз салт дәстүр, осы кісілердің қолынан шыққан өнердің түрін тамашалаймыз. Ал кеттік іске сәт. Мінекей, мынау шеберліктің бізбен тоққан кестенің керемет үлгілері, бұның үлкен варианттары үйлерінде де бар. Бізге көрме ретінде келген мынау кішкентай варианттағы жапқыштар, көрпелер, текемет, сырмақ, оюлы көрпе. Айтқан ананың қолынан шыққан керемет туындылар. Айтқан ана, сізге мың алғыс. Алла қолыңызға қуат берсін. Осындай істердің үлкен-үлкен көрмесіне қатысып көріне беріңіз, елге тарата беріңіз. Мінекей мына тамаша ұлттық киімдердің арғы бетінде қолдан бізбен тоқылған керемет түс киіз тұр. Бұл қаншама адамның еңбегі, қазақтың өлмес салт дәстүрі, қазақтың өрнегі. Бұл өрнектің бәрінде өздерінің тарихы жатыр, шежіресі жатыр. Оның қаншама қолдың күші мен қаншама жігердің мықтылығы жатыр. Ал алдымызда бізбен сіздердің шашу қоржын. Бұл әжелердің бәрінде бар. Шашуды қазір табақпен шашпай, тек қана қоржынмен шашып жүрміз. Сонымен қатар мынау енді жасаулы қоржын. Жасаулы қоржынды бәріңіз де білесіздер, бірақ әжелердің қоржыны олардың бәрінен де әдемі, бәрінен де сәнді, бәрінен де толы. Ырым-сырымдарымен келген мынау қоржын көненің көзі, болашақтың жалғасы. Біздің ұрпақтарымыз осыны меңгеруге тиіс. Осыны міндетті түрде бізден қабылдауға тиіс. Біз осы жолда қызмет етіп жүрген жандармыз. Істеріңіз ілгері болып, өнерлеріңіз өрлей берсін. Әрқашан сіздердің қолдарыңыздан инелеріңізді, жіптеріңізді, ауыздарыңыздан нақыл сөздеріңізді, түрлеріңізден мейірім мен көздеріңізден қуанышты көрейік. Әрқашан жандарыңыз тыныш, жүректеріңіз мазалы, жақсы, жайлы күндеріміз көп болсын. Ұрпаққа берер тәрбиеміз де көп болсын.